Сәлем достар баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай керемет картошка қосылған пирожки пісіретін боламыз. Пирожкиларымыз өте дәмді болып шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте жұп-жұмсақ. Видеомды соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізге жылы суымызды құйып, ашытқымызды салып, үстіне қантымызды салып, бетін жауып, апара дайындайтын боламыз. Үстіне тұзымызды саламыз. Майонезімізді қосамыз. Қозғап жіберіп, алдын ала дайындап қойған електен өткізіп, ұнымызды салып, қамырымызды жақсылап илейтін боламыз. Толық рецепті төменде описанияға жазып кеттім достар. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Дәл осы рецептпен жасап, лепешканан, бауырсақ пісіре берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міне осылай кішкене май құйып жіберіп, ұнымыздың басын қамырымыздың біріктіріп, бетін жауып, қамырымыз ашығанша жылығып орап қойып қоямыз. Енді арасына қосатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін пиязымызды алдын ала турап дайындап қойдым. Ыдысымызды отқа қойып, сары майымызды құйып, майдалап тураған пиязымызды жақсылап сары түске енгенше қуырып аламыз. Картопымды да қайнатып, езіп дайындап қойдым. Суытып, міне дәл осындай сары түске енгенде алып, дайындап қойған картопымыздың үстіне салып, татымына қарай тұз, бұрыштарыңызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Достар, менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Міне қамырымыз әп-әдемі болып ашып шықты, толып ыдысымыз. Барлығын табағымыздан босатып аламыз. Өздеріңізге икемді етіп, ұн себе отырып, майда-майда бөліктерге бөліп аламыз. Мен барлығын көз мөлшермен бөліп шықтым. Барлығын осылай бөліп аласыздар дағыны бір келге етіп, дөңгелектеп форма жасайтын боламыз. Міне дәл осындай етіп, дөңгелектеп форма жасап аламыз. 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Жасап алған дөңгелек формаларымызды тағы да көтеріліп шығады қамырларымыз. Орташа етіп жайып аламыз да, ортасына салмасын салып, түйіп шығамыз. Міне біреуін көрсетіп жіберейін. Қатты толтырып салудың қажеті жоқ. Ортасын түйгенде қамырларымызды жақсылап қысыңыздар. Әйтпесе ашылып кетуі мүмкін майға түскен уақытта. Екі басы қатты үшкір болып кетсе, қайтарып қойсаңыздар болады. Барлығын осылай түйіп аласыздар. Жасалуы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне барлығын түйіп алдым, дайын болды. Енді қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып, қыздырып, шетінен салып пісіре береміз. Екі бетін аударып отырып, пісіріп аласыздар. Міне қызарған соң, келесі бетін аударып, пісіріп аласыздар. Отты қатты қойып жібермеңіздер. Сонымен пирожкиларымыз дайын болып шықты. Жасалуы өте оңай. Үйде табылатын заттардан жасалады құрамы. Өте дәмді болып шықты, жұп-жұмсақ болып шықты. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге де ас болсын, сау болыңыздар.